сәлеметсіздер ме, менің сүйікті тыңдармандарым. Жаңға жылу арнасына қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Бұл жерде өмірден алынған шынайы әңгімелерді оқып беремін. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Камила қалада оқуын енді аяқтап, ауылдағы емханаға мейірбике болып жұмысқа орналасады. Жұмыс барысында ол Айнұр есімді қызбен танысады. Айнұр Камиладан 5 жас үлкен, бірақ олар әпке мен сіңлідей болып кетті. Айнұрдың мейірімі мен қамқорлығы Камиланың жүрегіне жылы тиді. Ол оның әрбір өтінішін орындауға тырысты, көңілін қалдырмауға ерекше мән беретін. Бір күні Айнұр Камиланы үйге қонаққа шақырды. «Бүгін кешке ет асып қоямыз, келші, ауылдың дәмін тат», деп жайдары күлген Айнұрға Камила қуана келісіп дайындалып барды. Алайда сол күннен кейін бәрі өзгерді. Камила үйге кіре бергенде басына ақ орамал салынғанын аңғарды. Түсінбей қалған қызға Айнұрдың шешесі мен ағасы қарасып күлімдеп тұрды. Сөйтсе бұл кәдімгі келін түсіру рәсім екен. Айнұрдың ағасы Камиланы ұнатып ауылға келін қылып алып қалмақшы болған. Ал әлгі ағасы одан 8 жас үлкен болып шықты. Камила түсінбей дал болды. Ішінен, бұл не? Қалжың ба әлде рас па? Деп мұң құбылды. Бірақ бәрі шындап кеткен еді. Үйге жиналған үлкендер мәз-мейрам. Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын деп айтып жатыр. Ал Айнұр болса, ұялма, жақсы адам, Құдай қосқан қосағың, деп сыбырлады. Камила үнсіз ғана отырды. Ішіндегі дауыл мен сырттағы тыныштық мүлде екі түрлі. Егер кетіп қалсам, не болар екен? Жұрт не дейді? Ата-анамның бетіне барлығы басатын шығар. Ұят болады ғой. Осылайша өз еркінен тыс елдің сөзінен қорқып, өзіне де беймәлім өмірге алғаш рет қадам басты. Жаңа отбасы, жаңа үй, жаңа күйеу, ал жүрегі әлі де бұрынғы өмірге байлаулы еді. Күндер өте берді. Камила барынша сабыр сақтап, бәріне төзіммен қарады. Бірақ күйеуі Талғат тым қаталдау еді. Үнсіз, салқын, күні бойы жұмыста. Үйге келсе де жылы сөз айтпайды. Камила барын салып, тамағын істеп, үйін тазалап, күтімімен айналысады. Бірақ Талғатқа бұл жетпейтіндей. Ал Айнұр бұрынғыдай емес. Бұйырып сөйлейтін, ұсақ түйекке бола тиісетін болып алды. Сен қалада жүріп еркелеп қалғансың, біздің ауылда келін болу оңай емес, деп талай рет бетіне айтты. Камила іштей қиналса да, ата-анасының абыройын ойлап, бәріне төзді. Түнде жастығы су, күндіз күлімдеп жүреді. Кейде медбикелік жұмысын сағынады. Сол кездегі өмірі көз алдында көлбейді. Бір күні күйеуімен ашық сөйлесуге бекінеді. Бірақ Талғат өз ойын ашып айтпайды. Тек үндемей үйрен. Менің шешімім сол, деп қысқа қайтарады. Күн өткен сайын Камилаға бәрі қиындай берді. Енесі де келінді жақтыра қоймайды. Анау қалада өскен қыздар жұмысты қайдан білсін, деп әр жасаған ісіне мін тауып отыратын. Ой, тамақты дәмсіз жасайсың, шайың су сияқты, үйді де дұрыс тазаламайсың, деген сөздер Камиланың көңілін күн сайын жаралай берді. Көршілер де тіліне сақ емес. Айнұр бәрін сырттай айтып қойған ба, кейбір әйелдер Камиланы аяп тұрған кейіп танса да, іштері күліп тұрғандай сезілетін. Ой, қалада жүрген қыз осындай болар. Әп-әдемі қыздың өмірі осы күйіп кеткенін өкінішті екен, деген сөздер жүрегіне тікендей қадала берді. Ал күйеуі Талғат тіпті көңіл бөлмейтін болды. Сенің жұмысың үй, қалғанын ойлама, дейтін. Қолдауының орнына үнемі талап, реніш, салқындық. Бірақ Камила бәріне төзді. Іштей жыласа да сыртқа сездірмеді. Таңмен таласа тұрып, түннің бір уағына дейін шаршағанын білдірмей, барлығын үлгеруге тырысты. Камила бұл өмірге біржолата көндігуді де емес, өз орнын табуды қалады. Іштей күрес жүріп жатты. Бір күні ол өзімен өзі отырып ойға қалды. Менің арманым бар еді. Қаладан келгенде ақ халатымды шешпей, науқастарға көмектесіп, елдің алғысын алып жүр едім.
Енді неге бәрінен бас тартуым керек? Сол күні кешкісін күйеуі тағы да бір себеп тауып ұрсып қалды. Камила үнсіз тыңдап отырды да жай ғана «Бітті, ертең кетем» деді. Таң атқанда ол бір сөмкесін жинап, үн-түнсіз автобусқа отырып қалаға қайта кетті. Бірнеше күн хабарсыз жүрді. Сол арада көршілер де, Айнұр да, енесі де әртүрлі пікір айтып жатты. Бірақ бұл жолы Камила тек өз жүрегінің үнін тыңдады. Қалаға келіп, бұрынғы медбикелік жұмысына қайта орналасты. Жаңа өмір басталды. Ақ халат, аппақ үмітпен бірге келді. Ол өзінің құнын, қадірін қайта тапты. Артынан өз мамандығына, білім мен тәрбиеге құрметтеп қарайтын нағыз жан жолықты. Жылдар өтті. Енесі мен күйеуі оны іздеп өкініш білдірді. Бірақ Камила қайтып бармады. Ол өз өмірін өзі таңдады. Өмірде қиындықтар мен сынақтар болады. Бірақ ең бастысы өз қадіріңді білу және өзіңе адал болу. Қиын кезеңдерде үнсіз қалмай, қорықпай, өз пікіріңді айтуға және дұрыс шешім қабылдауға батыл бол. Қиындықтар адамды мықтырақ етеді, ал сенім мен ішкі күш кез келген мәселені жеңуге көмектеседі. Егер әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен үшін сіздердің әрбір пікіріңіз маңызды. Армысыздар, құрметті Жаңға жылу арнасының тыңдармандары. Бұл өмірден алынған әңгімені тыңдарманымның сұрауы бойынша оқып беремін. Осы күнге дейін мен өзімді алдап, мен кінәлі емеспін, мен осылар қатыгез еткен өздері деп өзімді өзім жұбатып келдім. Бірақ сіздің әңгімелеріңіз тыңдап, бүкіл жасаған күнәләрім көз алдымнан өтіп, көзімнен жас тоқтамай кеудемді жұдырығымен ұрып отырып 1 сағаттай жылай бердім. Бұл күндері ер жетіп, бой жетіп қалған ұл қыздарым бір кездері аналарының қанша адамның өмірін ойран еткенін қайдан білсін. Менің өкіріп жылағанымды көріп, жаныма жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Мам, ауырып қалдыңыз ба? Мама, бәрі дұрыс па?» деген сұрақтармен қарша жаудырды. Тек күйеуім ғана менің не үшін жылап тұрғанын түсініп тұрған болатын. Дереу телефонымды қолыма алдым да абысыныма қоңырау шалдым. Сол бұрынғыша «Алло» деген үн шыққан жоқ. Ол кісіні ренжіткенім сонша маған бір ауыз сөз айтпайды, тіпті бетіме де қарамай қойған. Менің бұрынғы мені ұл қыздарым білсе, аналарын жек көріп кетеді ма білмеймін. Абысыныма жасаған қиянатымның бәрін ешкімнен қысылмай ішімдегінің бәрін ақтарып баяндап салдым. Тоқтаусыз кешірім сұрай бердім. Телефонның арғы жағынан абысынымның қайда күйде отырғанын, жылап тұрғанын, оның қысылып әрең тыныстап тұрғанын сезіп тұрдым. Мені үнсіз тыңдады. Бәрін айтқан соң оның жауабы мені есеңгіретіп тастады. «Иә, мен бәрін білемін», деді де тұтқаны қоя салды. Ұл қыздарыма қарасам, менің істеген істеріме арланып, жүздері қызарып тұр. Құшағымды кең жайып шақырып едім, ешбірі маған жоламай, орындарынан тұрды да бөлмелеріне кетті де қалды. Қу тіземді құшақтап, қара басын ғана ойлаған мен сорлы өкіріп жылап қала бердім. Біраз уақыттан соң үлкен қызым, жақында ғана өзі тоқып бітірген әдемі иыққа салатын орамалын көтеріп шықты. Одан кейінгі қызым үсті басы он болып бірдеңе пісіріп жүр. Қарасам, торт пісіріп жатыр екен. Бір сәтте бірі тортын, бірі тоқыма орамалын алып, ұлым болса гүл алып келіпті. «Мама, осылай жылап отырғаннан бірдеңе өзгереді ме? Мені кешіресіңдер ме?» «Кешірімді бізден емес, апамнан сұраңыз, тұрыңыз, кеттік». «Қайда барамыз?» «Қайда болушы еді? Әрине апаның үйіне». «Рас айтасыңдар ма? Мына заттарыңды апаларыңа сыйламақсыңдар ма?» «Иә, уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз. Сізбен қосылып біз де бірге кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді, сізді кешіретініне сенімдімін». Ол қызымды түгел ертіп, бәріміз абысынымның үйіне жолға тарттық. Жол бойы
Абысыны мені қалай қарсы алады екен? Бұрынғыша сәлеміме үн қатпай, жұмған аузын ашпай қоймайды ма екен? Кешірім сұрасам, кешірер ме екен? деген ойлар санамда сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап шығып кетердей болды. Жүрегім тарсылдап, аяқ-қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп есікке қарай жетектеп алып барды. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзінің дәрменсіздігімнен болды ма, білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп тізерлеп отырдым да қалдым. Абысынымның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған бойы кешірім сұрай бердім. Кешіріңізші мені, абысын, қадіріңізді кеш білсем, істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мені ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек маған кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын. Қатты өкініп жүрмін. Өкініштен әр күн сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден, қайнаға. Сіз де мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер. Төре бала мен ерке қыз абысынның үлкен ұлы мен қызы. Олар не болғанын білмейді. Ол кезде 3 және 1,5 жасар бала болатын. Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңызшы орныңыздан. Келінжан тұра ғой. Абысының сені әлдеқашан кешірген. Тұрмаймын, абысыным өзі кешірдім демегенше тұрмаймын. Бұрынғыша құрбы сияқты сырласып, көрген сайын бір-бірімізбен жарыса сөйлеп әңгімелескен кезімізді сағындым. Жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім. Бір сәтте иығымнан біреу қос қолын тигізгенде бүкіл денем шымырлап, бойыма әлде бір жылулық сезгендей болды. Абысыным екенін бірден-ақ сездім. Бар күш-жігерімді жинап, еңсемді көтердім. Абысынымның да көздерінен жас ағып, бар ықыласымен мені құшағына басты. Екі бетінен шөлпілдетіп кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала-шағалардың бәрі қосарланып, үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. Кешірдім, келін, кешірдім. Келеріңді білдім. Осы күнді ұзақ күттім. Ақыр соңы өз-өзіңді жеңіп, осылай алдыма келетініңді білдім. Мен сені әлде қашан кешіргемін. Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшің сені бұл менмендіктен арылтуын күттім. Алла тағаланың өзі пендесінің қателігіне кешірім бергенде, мен қалай кешірмеймін? Кешірдім. Сіздің даусыңызды, маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шәй үстінде әңгімелескенімізді қалай сағынғанымды білсеңіз ғой. Мен де сағындым, қатты сағындым. Апам, енеміз байқұс, қабірінде жатып бір аунап тұрған болар. Неге апамның көз тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай армандап кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінемін, рас айтамын. Абысыным өте мейірімді жан. Өзінде барын өзгелерден аямайтын жанашыр кісі. Әттең, осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп, сүрленген етін, қазы қартасын асып, дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп, қамырды салып, ұл қыздарымызбен бірге шүйіркелесе отырып, мәз-мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме дүкен құрып, қаншама шәйнек шәй ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекетімді баяндап берейін. Мүмкін мен секілді іші тар, көре алмаушылық көзін байлап тастаған адамдар оқып тәубесіне келер. Алғаш келін болып түскенімде, енем мен күйеуімнен бұрын осы абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып, тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынымның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді. Қамыры қағазда теп-тегіс, істеген ісінен бір мін таппайсың.
ұл қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те тазалықтарына да назар аударып барлығына үлгеріп жүретін. Енем байғұс үнемі қызым қызым деп отыратын. Қайнағам болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес, өтірік емес. Мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты да күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігін жартып істемей жүрсем де басқасына да үлгере алмадым. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды, тіпті киім үтіктеуге де уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ астынан бір жерге барар болса, жарық болмай шалбарын үтіктей алмай, талай рет қыртыс-тыртыс мыж-мыж шалбар жейдемен барар жеріне барып келді. Абысынымның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан айналдырған екеуміз ғанамыз. Абысын тату болса, ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да бізбіз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңда араласатын адамдар да болады. Олай деме. Ақшаға сатып алынбайтын дүниелер бар. Туғаныңда ешкім саған жан ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса, енем, қызым, ақшаң бар ма? Қызым, не керек? Пәленшеге айтайын, машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа барар болсам, ештеңеге шаруасы жоқ. Ақшаң бар ма да деп сұрамайды. Сұрамауға да негіз бар. Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсіл қолданатынмын. Екі бірдей баласы ақшаны анасына тапсыратындықтан, енем күйеуімнің маған ақша беретінін біліп, сол себептен де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса, қайнағамның миын жеп ақша алу үшін өтірік бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап айла қолданбайды екен. Міне сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге маған бермейді? Неге менен сұрамайды? Мені жек көреді деп, енемді жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуінен алдым не, бәрібір сол ақша емес пе? Қазір ойласам, енем берді не, күйеуімнен алдым ба не, бәрібір сол ақша емес пе? Әттең сол кезде осыны ұғына алсам ғой. Ұлымның жыртығын жамап, асын әзерлеп, киімін үтіктей алмайтын үйге келген кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнайды дейсіз? Өзімнің де қазір ұлым өсіп, келін алатын жасқа жетіп отыр. Егер де ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызды жар етіп үйіме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп шыдаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме 1 жылдай болса да құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным 3-ші перзентке жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Беті тыржиып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен-ау. Сол кезде мен ойлайтынмын, абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып, демалмақшы. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам жүрегім езіледі. Жүктілігі алтын шайға жеткенде, есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде 2 бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім. Өтірік қойылым көріп тұрғандай, ешқандай аяныш сезімі болған жоқ. Жедел жәрдем келіп, алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім.
Бірақ бұл аяушылық сезімі менің бойымдағы қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем асты-үстіне түсіп бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай, дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақытқа болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп енем бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгарканы қосқан сәтте әлгі ортасынан дөңгелек арасы шыр айналдырып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауысты естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіртіп қайта келді. Араға 2 күн салып, күйеуім 3 қорап қызанақ алып келіпті. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмыс жасап көрмегенмін. Ол жұмыстарды менен басқа істейтін адам жоқ қой. Былжырап босаған қызанақтарды шыбын-шіркейлер үймелей бастады. Оны көріп жиіркеніп, мүлдем жолағым келмеді. Сол кезде ысырап, обалдың не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып, бөлмеге кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз бе, қалайсыз? Ұялмайсың ба, не жатыс мынау? Ана жақта қол кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп тұрған әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатысың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенде қайтсын? Соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Ой, жап-жас адам ғой, қимылдағаны өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой соны. Ал сонда сен жемейсің бе? Айтып тұрған сөзіңе қараш. Бол, шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпайым. Қайтесің ал, шықпайым. Осы күнге дейін мен саған үндемей, істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйламай-ақ қой. Бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейін сенің мынау істеген әрекеттеріңнің барлығын баяндап, сенің сазайыңды тарттыртам. Абысыным ашулана шығып кетті. Не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ме, әлде тамақ жей сала жата салғанымдікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әні-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап етіп қалғанын білмеймін. Өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Үйде кір келетін уақытта болып қалған болатын. Ер адамдар оқыса ұят екенін білем, бірақ толық жазуға міндеттімін. Ауырғанына шыдай алмай 2 бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. 2 сауылатын сиыр бар. Нан тамақ істеу керек. Оған қоса банка жауып, абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да тым құрыса тамақ істесең қайтеді? Өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Өй, 1 апта бұрын бала туған. Қолын болгарка кесіп кеткен апам екеумізден жамансың ба? Мына жалқаулығың бір күні сенің түбіңе жетіп тынады. Ой, расымен ауырып тұрмын деймін, сенбейсің бе өзің? Мен саған сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін саған. Енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі жүр ғой, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұқсатын, сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан,
Әйтпесе сендей келінді басқа ене бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай дейді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңылдап, сыңқылдап, ішімді ұстатым да жата бердім. Не болып қалды? Білмеймін, жүрегім айнып, құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жедің бе? Аузыңнан шыққанша дейін жеген шығарсың. Жоқ, олай емес, ешқандай иіс ұнамай жатыр. Құсқым келе береді, жүрегім айнып, бірдеңе жегім келіп тұр. Тоқташ, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, сол ішім ауырып жатыр. Жаныма, осы күнді қанша күттім ғой мен. Рахмет саған. Мен әке боламын. Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғанына еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанаға ашуланған ешбір ізі қалмаған, жүзі қуанышқа толы ене мен абысыныма жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған бірден неге айтпадың? Жағдайың қалай? Не жегің келіп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін шырағым, аяғымның астына көрпешені бүктеп қойып жат. Тірлік бәрібір бітпейді. Емін-еркін жата бер, демал. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнымнан тұрып, сыртқа шығып дәретханаға барсам, үйде кірім келіп тұр. Өтірік айтқанын білдірмеу үшін не істерін білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятынын жақсы білемін. Абысыным ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін. Арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып, краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарына өзімді аудару үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де шыңғырып айқайлай бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішімді ұстап екі бүктеліп жатып қалдым. Бәрі жүгіріп жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп абысыным шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім-ау. Сен не істедің, неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсіздер ме деп қалай еркін жатамын? Саған біреу бірдеме деді ме? Абысыным, білемін, баламыз түсіп қалды, бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ме еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеге кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайным айтып, сазайыңды тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал, не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңнің ауырғанын қайдан білейін? Келіндер, жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуің де бірде-бір тірлік істемей-ақ қойыңдаршы осы. Өзім-ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға апарып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңыздар, қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалуынан қорқып, бармау үшін сан түрлі сылтау айттым. Күйеуім абысыны мен енеме ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып жыладым. Енем мен күйеуімнен сұранып төркіме қыдырып бардым. Менің анамның ешбір хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ме? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда не? Неменеге жылай бересің? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не деді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым. Көзіммен көріп те тұрмын. Күндіз-түні тыным таппай пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың астымен жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін істеймін. Олай болса, олар саған неге тиіседі екен? Енем мен емес, абысынымды жақсы көреді. Ой жаным-ау, уақыт өте сені де жақсы көріп кетеді.
тірлікті тақадай істеп, бар жағдайды жасап, ұлына қамқор болсаң, өзі-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты, бірақ ол кезде ақпақ құлақ болғаннан ба, ешбір ақылын құлағыма салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып, біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуа кеш әйел болып шықты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеуім екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйырғанын шыға алмайтын ба, мен бейбақ тойымыздан түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енем мен абысынымды дуалап, өз дегенімен жүретін етіп алғанын айтты. Алмағын қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесің деп қолыма ұстатты. Айтқанын екі етпей, енемнің бөлмесін білдірмей сеуіп тастадым. Алғаш келін болып түскенімде, енем мен күйеуімнен бұрын осы абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып, тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынымның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді. Қамыры қағаздай теп-тегіс, істеген ісінен бір мін таппайсың. Ол қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына да назар аударып, барлығына үлгеріп жүретін. Енем байғұс үнемі қызым, қызым деп отыратын. Қайнаған болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес, өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты да күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды. Тіпті киім үтіктеуге де уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ астынан бір жерге барар болса, жарық болмай, шалбарын түктей алмай, талай рет қыртыс-тыртыс, мыж-мыж шалбар жейдемен барар жеріне барып келді. Абысынымның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғанамыз. Абысын тату болса, ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да бізбіз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңда араласатын адамдар да болады. Олай деме. Ақшаға сатып алынбайтын дүниелер бар. Туғаныңда ешкім саған жан ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса, енем, қызым, ақшаң бар ма? Қызым, не керек? Пәленшеге айтайын, машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге менен сұрамайды? Мені жек көреді деп, енемді жек көре бастадым. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме 1 жылдай болса да, құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным 3-ші перзентке жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Беті тыржиып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен-ау. Сол кезде мен ойлайтынмын, абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып, демалмақшы. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам жүрегім езіледі. Жүктілігі алтын шайға жеткенде, есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде 2 бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім. Өтірік қойылым көріп тұрғандай,
ешқандай аяныш сезімі болған жоқ. Жедел жәрдем келіп алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезімі менің бойымдағы қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем асты-үстіне түсіп бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай, дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақытқа болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп ене бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгарканы қосқан сәтте әлгі ортасынан дөңгелек арасы шыр айналдырып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауысты естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіртіп қайта келді. Араға 2 күн салып, күйеуім 3 қорап қызанақ алып келіпті. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмыс жасап көрмегенмін. Ол жұмыстарды менен басқа істейтін адам жоқ қой. Былжырап босаған қызанақтарды шыбын-шіркейлер үймелей бастады. Оны көріп жиіркеніп, мүлдем жолағым келмеді. Сол кезде ысырап, обалдың не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып, бөлмеге кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз бе, қалайсыз? Ұялмайсың ба, не жатсың мынау? Ана жақта қол кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп тұрған әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатсың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенде қайтсын? Соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Ой, жапшас адам ғой, қимылдағаны өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой соны. Ал сонда сен жемейсің бе? Айтып тұрған сөзіңе қараш. Бол, шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпайым. Қайтесің ал, шықпайым. Осы күнге дейін мен саған үндемей, істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйламай-ақ қой. Бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейін сенің мынау істеген әрекеттеріңнің барлығын баяндап, сенің сазайыңды тарттыртам. Абысыным ашулана шығып кетті. Не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ме, әлде тамақ жей сала жата салғанымдікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әні-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап етіп қалғанын білмеймін. Өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Үйде келетін уақытта болып қалған болатын. Ер адамдар оқыса ұят екенін білем, бірақ толық жазуға міндеттімін. Ауырғанына шыдай алмай 2 бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. 2 сауылатын сиыр бар. Нан тамақ істеу керек. Оған қоса банка жауып, абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да тым құрыса тамақ істесең қайтеді? Өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Өй, 1 апта бұрын бала туған. Қолын болгарка кесіп кеткен апам екеумізден жамансың ба? Мына жалқаулығың бір күні сенің түбіңе жетіп тынады. Ой, расымен ауырып тұрмын деймін, сенбейсің бе өзің? Мен саған сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін саған.
Енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі жүр ғой, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан. Әйтпесе сендей келінді басқа ене бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай деді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңылдап, сыңқылдап, ішімді ұстатында жата бердім. Не болып қалды? Білмеймін, жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жедің бе? Аузыңнан шыққанша дейін жеген шығарсың. Жоқ, олай емес, ешқандай иіс ұнамай жатыр. Құсқым келе береді, жүрегім айнып бірдеңе жегім келіп тұр. Тоқташ, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, сол ішім ауырып жатыр. Жаныма, осы күнді қанша күттім ғой мен. Рахмет саған. Мен әке боламын. Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғанына еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанаға ашуланған ешбір ізі қалмаған, жүзі қуанышқа толы, енемен абысыныма жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған бірдеңеге айтпадың, жағдайың қалай? Не жегің келіп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін шырағым, аяғымның астында көрпешені бүктеп қойып жат. Тірлік бәрібір бітпейді. Емін-еркін жата бер, демал. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнымнан тұрып, сыртқа шығып дәретханаға барсам, үйде кірім келіп тұр. Өтірік айтқанын білдірмеу үшін не істерін білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятынын жақсы білемін. Абысыным ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін. Арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып, краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарына өзімді аудару үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де шыңғырып айқайлай бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішім ұстап екі бүктеліп жатып қалдым. Бәрі жүгіріп жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп абысыным шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім-ау. Сен не істедің, неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсіздер ме деп қалай еркін жатамын? Саған біреу бірдеме деді ме? Абысыным, білемін, балаңыз түсіп қалды, бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ме еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеге кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайным айтып, сазайыңды тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал, не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңнің ауырғанын қайдан білейін? Келіндер, жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуің де бірде-бір тірлік істемей-ақ қойыңдаршы осы. Өзім-ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға барып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңыздар, қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалуынан қорқып, бармау үшін сан түрлі сылтау айттым. Күйеуім абысыным мен енеме ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып жыладым. Енем мен күйеуімнен сұранып төркіме қыдырып бардым. Менің анамның ешбір хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ме? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда не? Неменеге жылай бересің? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не деді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым. Көзіммен көріп те тұрмын. Күндіз-түні тыным таппай пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың астымен жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін істеймін.
Олай болса олар саған неге тиіседі екен? Енем мен емес, абысынымды жақсы көреді. Ой жаным-ау, уақыт өте сені де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп, бар жағдайды жасап, ұлына қамқор болсаң, өзі-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты, бірақ ол кезде ақпақ құлақ болғаннан ба, ешбір ақылын құлағыма салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып, біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуакеш әйел болып шықты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеуім екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйырғанын шыға алмайтын ба, мен бейбақ тойымыздан түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енем мен абысынымды дуалап, өз дегенімен жүретін етіп алғанын айтты. Алмағын қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесің деп қолыма ұстатты. Айтқанын екі етпей, енемнің бөлмесін білдірмей сеуіп тастадым. Бірақ еш өзгеріс бола қойған жоқ. Өтірік айтып, үйден шығып, талай бақсы балгерлерге барып, ене мен абысынның суреттерін көрсетіп, сырттарынан дуа жасаттым. Жасатқан дуа әсер етіп, екеуі болмашыға келіспей, ұрыс жанжал көбейіп, екеуі қырылып қалды. Тіпті абысыным екі баласымен төркініне кетіп те қалды. Бірақ қайнаған барып, қайтып алып келді. Бірнеше айдың ішінде қаншама жылдық сыйласып келе жатқан ене мен келін бір-бірін түтіп жей бастады. Ақыр соңы енем оларды үйден қуып жіберді. Қайнаған мен абысыным пәтер жалдап тұра бастады. Әбден дуа жасатқан енем алжып, есін жоғалтып қалды. Мен қараусыз қалдырған соң абысыным келіп өзімен бірге алып кетті. Енем үйден қуғаннан кейін абысыным маған мүлде сөйлемей қойды. Жұмған аузын ашпады. Бір жылдай ешкімді танымай алжып төсекте жатқан енем қаза болды. Өз үйінен шығармай жалдамалы пәтерден жаназасын шығарды. Өзімді кінәлаудың орнына, мені жақсы көрмей шетке сырып қойған өздерің кінәлі, деп үнемі өзімді ақтап жүрдім. Жанымның қиналғаны рас, бірақ екеуінен де құтылғаныма мен сорлы өзімді жеңіс иесі санап бақытты болып жүрдім. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Теледидарды қосып қойып, түрік кәріс киноларын көріп жатқаныма мәзмін. Күйеуім келер уақыт жақындағанда жүгіріп барып үй жинаймын, ас әзірлеймін. Тек көзге көрінетін жерлерді ғана жинап, көрінбейтін жерлерге керексіз заттардың бәрін тығып тастаймын. Тамағым дәмсіз, наным қатып қалған. Күйеуім ашуланып боқтап алады. Екі сөзінің бірінде анам мен жеңгем сені жақтырмайтыны бар екен. Әттең-ай, әттең, деп басын шайқап қалатын. Ағасының алдына талай рет барды, бірақ олар қайтып келмеді. Тамақ әзірлемей дүкеннен дайын затты алып жей беретінмін. Қарызға ала беріп, күйеуімнің бар тапқанын қарызға төлеп ақшадан қинала бастадық. Солай жүргенде аяғым ауырлады. Жеріктігім ұстап, дүкеннен екі есе қарызға баттым. Күйеуімнің тапқаны қарыздың жартысына ғана жетті. Дүкен иесі төлей алмаған соң қарызға бермей қойды. Үйде бар соңғы картоп пен пияздан дәмсіз ас әзірлеп күйеуіме бердім. Ол болса жемей аштан аш жатып қалды. Біздің қарызға батқанымыз жайлы бүкіл ауыл естіді. Дүкенші күн сайын келіп, есігімді тоқылдатып, мен ашпаған соң ұрсып кетіп қалатын. Тіземді құшақтап, жылаймын да отырамын. Жұмыс іздеп жұмысқа шықтым. Өз енем мен абысынымның арасында болған жанжалға жұрт мені кінәлап, менімен ешкім араласпай қойған. Нашар мінезімнің кесірінен ешбір жұмысты алып кете алмадым. Дүкен иесі әбден ашумен есігімді қаққанда құлағым үйреніп кеткені сонша, бір емес бір аптадай бұл дауыс шықпай, құлағым тыныштыққа үйреніс алмай жүрдім. Ақыр соңы шыдамым таусылып, дүкенге бардым. Барсам, қолында қос пакеті бар. Дүкен иесі мені шақырып тұр екен. Мә, мыналарды ал.
Бұл не? Не болушы еді? Әрине азық түлік. Ана байыңа обал аш қалып бір жерде құлап өлер. Маған қарызға ештеңе бермей қойған едіңіз ғой. Бұны қалай беріп тұрсыз? Енді сенде қарызың жоқ. Қарызыңды да, мына заттарыңды да, ақшаның бәрін біреу төлеп қойды. Рас айтасыз ба? Ол кім екен? Оны қайтесің? Үйіңе бар да, тамағыңды істе. Күйеуің айлық алатын күнге дейін мыналарды үнемдеп жеткіз. Жарайды, рахмет, көп рахмет сізге. Жүгіре үйіме барып, ас әзірлеп дастархан жайып күйеуімнің келгенін күтіп отырдым. Азық-түлікті қайдан алдың? Білмеймін. Біреу қарызымызбен қоса азық-түліктің бәрін ақшасын төлеп кетіпті. Біреу дейсің бе? Сен үшін олар сонда жай ғана біреу болғаны ма? Бәсе, сол үшін де олармен басың сыйыса алмаған екен ғой. Жай ғана біреу ретінде емес, өзіңнің туған ағаңмен жеңгендей көргеніңде, бәлкім қазір бұлай жүрмес едік. Мен жемеймін, өзің же. Егер ас болып батса саған. Бірінші күні жемегенімен кейін жей бастады. Ол айлық алғанша азық-түлік жетіп, айлық алған күні тағы да келесі айға жететіндей етіп азық-түлік алып қойдым. Қалған ақшаны газ жарыққа төлеп, ол жақтағы қарыздарымыздан да құтылдық. Жүктіліктің 6-шы айында қатты ауырып балам түсіп қалардай болып жүрдім. Сол кезде небәрі 7 жасар абысынымның қызы, ерке қыз келіп, үйімді сыпырып, шаңын сүртіп, ыдысымды жуып беріп кететін. Тағы да құр қол келмей, абысыным нан жауып, бауырсақ самсасын пісіріп, айран, сүт, ет беріп жібереді екен. Сол кездері өздері жер үй алып, үй тұрғызып жүрген. Сонда да қолдарынан келгенін аяған жоқ. Тұңғыш қызымды босанып, перзентханада жатқанда, қасындағы келіншектерге туыстары ыстық тамақ анау-мынау алып келіп жатқанын көріп, ішім ашып қызғаныштан өзегім өртенетін. Мені күйеуімнен басқа ешкім іздеп келмейді. Бір сәтте санитарка апай тегімді атап, тола-тола 2 пакет тастап кетті. 2 литрлік банка тола майлы қайнатпа, сорпа, сүт, айран, май, тағы да басқасы бар. Одан бөлек өзі тоқыған қызыма шұлық, киім-кешек бәрін әкеліпті. Абысынымның келгенін бірден ұқтым. Үйге шықсақ, үйдің іші тап-таза. Қызыма арнайы көрпеше тігіп, жаялықтарын төсеп, адыраспан түтетіп, ыстық шай тамақ дайындап өзі кетіп қалыпты. Сол кезде алтындай қымбат адамның бағасын білмей, қадіріне жете алмаған өзімді өзім жек көріп кеттім. Сол кезде абысынның айтқан ақылдары есіме түсіп, өзегім өкініштен өртенді. Солай біз бір-бірімізді көрмесек те, бір-бірімізге жақсылық жасап жүрдік. Бірақ жүзіне тіке қарап, кешірім сұрауға бата алмадым. Шыны керек, кешірмеймін, сені көргім келмейді деп айтама деп қорықтым. Солай қаншама жыл алыстан сыйласып жүрдік. Оның балалары мен біздің балалар бір-біріне өте бауырмал болды. Бір-бірлерін үнемі іздеп жүреді. Шынымды айтайын, мен балаларымды абысыны мен қайнағамның тәрбиеленгенін қалап, олардың үйіне көп жіберетінмін. Өйткені менің тәрбиемді алған қызым ертеңгі күні мен секілді опық жеп қалама деп қорықтым. Ана болып қызыма ақыл айтқан емеспін. Тек абысынымның ақылын тыңдап, тәрбиесін алған ұл қызым солар секілді саналы, иманды болып өсіп өнді. Осы жасаған барлық опасыздығымды абысыным бұрыннан-ақ біледі екен. Оны маған кейін айтып берді. Бір құрбысы мен барған балгерге барып, менің қолымдағы абысыным мен енемнің суретін көріп, абысыныма дуа жасатып жүргенімді айтыпты. Соны біле тұра маған жақсылық жасап жүрген абысыныма мың алғыс айтамын. Қазір маған кешірім берген, екеуміз құрбыдай болып жүрміз. Сіздерге айтарым, жас келіндер, енелер, бір-бірлеріңді сыйлаңдар, тату-тәтті болыңдар. Адамдардың бәрі менің абысыным секілді кешіре алмауы да мүмкін. Сол үшін қателікке ұрынбаңдар. Бұл өмірден алынған шынайы әңгімені соңына дейін тыңдасаңыздар, міндетті түрде лайк басып пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймын.
Арнама қосылып, тұрақты тыңдарманы болғаныңызды қалаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Марал қаланың тәрбиелі қызы. Университетті енді аяқтап, ауылдың жігіті Айдосқа тұрмысқа шыққан. Ауылға келін болып түскеніне көп бола қоймаған. Жас, сымбатты, сыпайы, бірақ тұрмысқа енді үйренісіп келеді. Үй шаруасына онша епті емес. Кешкі ас дайындауы ұзаққа созылады. Нанды сәл күйдіріп алады. Кір жуғанда ұсақ-түйекке мән бермеуі де мүмкін. Енесі Гүлсім апа ауылда абыройлы, бір сөзді, таза, ширақ әйел. Көп жылдар мектепте жұмыс істеген. Маралдың баяу қимылдарын көріп іштей ашуланады. Бірақ ешқашан ұрысқан емес. Тек құрбысына күнде телефон шалады. Әй, сандуғаш, біздің келін тым жай басар. Қаланың қызы ғой енді. Үйреніп кетер ме екен? Бұл әңгімені Марал кездейсоқ естіп қалады екен. Жүрегі шым етті. Енесінің күлімдеген жүзінің артында сын айтулар жатқанын білмеп еді. Жылаған жоқ, іштей ренжіді, бірақ білдіртпеді. Сол күннен бастап Марал өзін одан да қатты тырысуға мәжбүр етеді. Мен бұл үйдің келінімін, енем екінші анам. Өзімді мықты екенімді, қолымнан барлығы келетінін дәлелдеуім керек, деді іштен. Таңымен ерте тұрып, шайын демдеп, бауырсақ пісіріп, енесінің сүйікті тамағы қуырдақты дайындай бастайды. Бірақ кейде бәрібір сәл-пәл кемшілік кетіп қалады. Тұзы аздау не сәл көп. Енесі қайттан телефонмен: ниеті бар, бірақ бәрібір бір түрлі, деп тағы айтады. Мен енді ешқашан жарамаспын-ау, деп күйзеледі. Бір күні Айдос екеуі қалаға барады. Марал дүкен аралап жүріп, көзінің шалдысымен әдемі камзол мен жібек орамал көреді. Енеме жарасатын сияқты, деп ойлайды. Сатып алып үйге келген соң енесіне: апа, сізге кішкене тарту әкелдім, деп сыйлығын береді. Гүлсім апа көздеріне жас алды. Бір сәт үнсіз отырып қалды. Қалқам, мен кейде тым сыншыл боламын. Сені көрші сандуғашқа айтып жүргенін біліп қойдың ба? Деп сыбырлады. Марал үндемеді, күлді. Апа, адамның жүрегі сезеді ғой, деді. Сол күннен кейін Гүлсім апа баласына былай дейді: Айдос, менің келінім өте ақылды. Сенің таңдауың расында да сәтті екен. Жылдар өтті. Үйге сәбидің күлкісі естілді. Енесі енді күнде құрбысына: әй, сандуғаш, менің келінім Алланың берген сыйы. Өз қызымнан артық көріп кеттім, деп мақтанады. Бастапқыда көңілдің түсініспеушілігі болғанымен, мейірім мен сабыр барлығын жеңді. Келін мен ене бір үйдің қос қанаты. Кейде тастарды да аспен ату адамдықтың ең жоғарғы үлгісі. Марал мен Гүлсім апаның оқиғасы соның дәлелі. Егер сізге осындай оқиғалар ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз және қалған видеоларды қарап шығыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті Жанға жылу арнасының тыңдармандары. Бұл әңгімені соңына дейін тыңдап, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Жаздың жарқын кеші болатын. Далада ызаңдаған шіркейлердің дауысы құлаққа жағымсыздау естіліп тұр. Күләш апа үйінің жанында өзіне соғып берген ағаш кереуетте 4 жасар үлкен немересі Арнұрды бауырына басып отырып: балам, сен өскенде әкең сияқты боласың ба? Деп сұрады. Жоқ. Неге? Әкем жаман, жаңа сізді ұрды ғой. Мен өскенде олай істемеймін, деп кішкентай болса да әжесіне жаны ашып басынан сипады. Ызаланып отырған Күләш апа немересінің есті сөзін естіп көзіне жас үйірілді. Құлыным-ай, айналайын, деп Арнұрды қайта-қайта сүйіп, ұзақ уақыт өзіне келе алмады. Бір кезде басын көтеріп, немересіне қарап, ауыр ойларын тізбектеп жөнелді. Балам, сенің әкең бұрын тамаша жан еді. Жанұямыз өте берекелі болатын. Анаң
Гүлжан, осы үйге келін болып түскелі біздің де әкеңнің де мінезі өзгеріп сала берді. Бұрындары ата-бабаларымыз жақсы келін құт, жаман келін жұт деуші еді. Әкеңмен үйде болмай қалсам ас ішпейтін, қуанып әкелген бестік бағаларын бізбен бөліспей қоймайтын. Кейін өсе келе істейтін ісін де ақылдасып жасайтын. Осы баламнан жаман сөз естимін деп, маған қол көтереді деп ешқашан ойламаған едім. Күләш апа ұзақ шерін тарқатып отырған кезде жерді дүрсілдетіп Гүлжан келіп қалды. Ол Арнұрды енесінің құшағынан жұлып алып сүйрей жөнелді. Не істеп отырсың мұнда? Әжеңнің қасында көп отырсаң, сен де анау әкең сияқты менен алыстатып қояды. Баласына бақыт тілейтіннің орнына күн деп жамандай беретін нес? Деп ұрсып, Арнұрды жетектеп үйіне кіріп кетті. Күләш апа артынан баруға ниеттенсе де, келіннің қиқар мінезін ойлап, үнсіз тістене жылап қала берді. Сол сәтте сарай жақта бәрін бақылап жүрген ортаншылы Айдос анасын тоқтатып: Апа, болды ғой енді. Таңнан бері осы үйде ұрыс. Жетер. Үйдің берекесі қашты ғой. Бір-біріңе кешірімді болсаңыздаршы, деді Күләш апа ашумен. Ойбай-ай, сен ба маған береке туралы үйрететін? Әйеліңнің сөзін сөйлеп, анаңа қол көтергеннен басқа не білесің? Қайдағы берекені айтып отырсың сен? Бүгін қолың тиді, ертең өлтіресің бе мені? Деп зар жылап жіберді. Айдос болса: Ой, мен қол көтерген жоқпын, ашумен ғана тиіп кетті, деп күбірлеп анасын үйге кіргізді. Бірақ оның сөздеріне мән қылмай, бұрынғыдай зар қаққан анасының жанын түсінбеді. Күләш апа күндіз-түні жылаумен болды. Таңертең көршісі 60-тан асқан Жұмагүл абысына келіп: Әй, Күләш, түрің жоқ қой, не болды саған? Деп сұрады. Күләш апа көз жасын тыя алмай бар мұңын ақтарды. Қайнатамды марқұм күйеуім де мені сыйлайтын еді. Ал мына ұлым мен келініме сөзімнің қадірі жоқ. Келіннің мінезі ауыр. Шешесі де қызын бұрын дұрыс бағыттамаған ғой. Жұмагүл апа басу айтқандай болды. Онда сабыр қыл. Тым болмаса алыстау жерге жібер енді. Еншісін беріп, балаларды бөлек жібер. Сонда сенің қадіріңді түсінер. Күләш апа айтады: Берер дүниесі қайда? Өзі жұмыс істемей, тапқанын әйеліне ұстатады. Менің ақылымды тыңдамайды, деп тағы еңіреп қоя берді. Осылай жүргенде ауылдан шалғайда тұратын қайнысы Нұрлан барлығын естіп келіп: Жеңше, Айдос пен Гүлжанды бізге беріңіз. Үйіміз тар емес, біраз уақыт бізбен тұрсын. Балаларым жас, бірге өсіп кетеді, деп алып кетті. Алғашқында Гүлжан барғысы келмеді, бірақ Айдос оны көндірді. Көп ұзамай Гүлжан қайнағасының үйіне де сыймай, берекесін қашырды. Нұрлан амалсыз ауылдың ескі мектебінің бір бөлмесіне орналастырды. Айдос жұмысқа да тұрақтамай, трактористік қызметтен қуылды. Қиналған үстіне кішкентай ұлы Мадияр ойнап жүріп, суға ағып кетті. Бұл қайғы олардың шағырағын мүлдем шайқалтты. Сонда ғана Гүлжан көз жасын көл қылып, Айдостан енесінің алдына баруға өтінді. Айдос қатты ашуланып: Өмірдің қандай екенін енді түсіндің бе? Сен үшін мен анама тіл тигіздім. Бауырларымды да өзімнен алыстаттым. Бәріне сен кінәлісің, деп өксіп жылады. Біраздан соң сабасына түсті. Шарт қойды: Егер шынымен де өзгеремін десең, апама барып, өз қолыңмен кешірім сұрайсың. Әйтпесе, төркінге баруды ұмыт. Осылай екеуі келісіп, Нұрланның көмегімен үйлеріне қайтты. Келсе, Күләш апа төсектен тұрмай ауырып жатыр екен.
Гүлжан құлап бара жылады. Апа, кешіріңізші мені. 8 жыл бойы сіздің қадіріңізді білмеппін. Бәрі балалықпен болды, деп аяғына жығылды. Айдос та бірге кешірім сұрады. Күләш апа көзіне жас алып, шырақтарым, мен сендерді ешқашан жамандыққа қимадым. Тек дұрыс болсын дедім. Не ексең, соны орасың дегенді ұмытпаңдар. Менің тілегім тату тәтті болыңдар, деп құшағына басты. Осы сәтте ауруынан айыққандай жеңілдеп, немересі Арнұрды бауырына басып ұзақ отырды. Ал ел ішінде жұрт, жаман келін алған, өзіңді қорлаған. Айтқанымыз дәл келді деп, жастарға ғибрат қылып айтып жүрді. Өмірдің өзі үлкен сабақ. Ашумен айтылған сөз жүректі жаралайды. Тәкаппарлық отбасының шаңырағын шайқалтады. Ал кешірім мен сабыр бәрін қайта қалпына келтіреді. Әркім қателесуі мүмкін, бірақ ең үлкен жеңіс сол қателікті мойындап кешірім сұрау. Бақытты жанұяның кілті сыйластық пен түсіністік. Анаңды сыйласаң, өмірің нұрлы. Жақсы жары болсаң, отбасың шуақты. Жақсы келін құт, жаман келін жұт дегенді естен шығармайық. Әр үйге құт дарсын, әр жүрекке мейірім орнасын. Егер әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.